Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Мадина, менімен бірге үй жағдайында оңай әрі тез жасалатын жұқа өте дәмді болып шығатын пиццаның қамырын жасап көріңіздер. Ең алдымен жылы суымызды ыдысымызға құйып аламыз. Оның үстінен қант, тұз, аштығымызды салып, жақсылап араластырып, сұйық майымызды құйып, одан кейін ұнымызды 3 бөлікке бөле отырып, араластыра отырып, жұмсақ осындай қамыр илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін бетін пищевая пленкамен жауып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Оға дейін сырымызды теркадан өткізіп, колбасаларымызды осылай турап, дайындап аламыз. Жарты сағат тұрған қамырымызды алып, оны 2 бөлікке бөліп, дөңгелектеп, әдемілеп жұқа етіп жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін қамырымызды пергамент қағазына төсеп, противенімізге салып аламыз. Өз көз мөлшерімізге қарай кетчубымызды, майонезімізді салып, осылай қамырдың барлық жеріне жайып, жағып шығамыз. Колбасаларымызды әдемі етіп осылай орналастырып, қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минуттай пісіріп аламыз. Пісіріп алғаннан кейін барып қана сырларымызды осылай әдемі етіп жайып шығамыз да, тағы да сол қызып тұрған пеште 2 минуттай ұстаймыз. Сонда бізде осындай қамыры жұқа, өте дәмді болып шығатын үй жағдайындағы пицца шығады. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуға ұмытпаңыздар.